қараң, сізде әзір тасып атқан ауыздағы жара, мен келген уақытта айттым ғой, бұл герпестан болады и вирустан болады. Вирус деген тәуір қылмайды аптечный нелерді, дәрілер. Себебі аптечный фарм препаратлар жаңа асқынып атқан, оның последствиясын емлеуге керек та. Еще мына микроблар адам сұйқылықтан тұрады и клеткадан тұрады. Любой микроб внутриклеточно обитать етеді. Жасайды клеткасының ішінде адамның хұжайрасының да фарм препаратлар атрапын емлейді. Сонда олар мына ішіне кіріп алғаннан кейін ішіндегі нені, оны микронутриентлар емлейді. Сондай добавкілер емлейді да, клетканың ішіне кіріп микроструктуралар бар ғой, тесікілер бар ғой адамның клеткасының үстіндегіне, я любой недегіне, содан өтіп кете алатұғын, ішіне кіріп бара алатұғын, тазалап, ішіндегі нелерді шығарып, шығындыларын шығарып, микробты тазалап, дауалайды олар. Түсін ба? Соң үшін мен фарм препаратлармен, микроэлементлармен қосып пайдаланамын да лечениені.